достар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Бізге қар жауып тастады тауға. Сол қой бағып жүрген жағдайымыз бар енді. Күйік науқаны басталды, қошқарлар іске бейім болып, ой. Бір қошқарға 50 қойдан бұрқыратып жатыр енді. Махаббат болып жатыр ғой, бір қошқар. Махаббат болып жатыр. Қарашада қосқан жақсы болады дейді ғой, қошқарды. Текені 20-сы қостық октябрьдің. 10 қостық па сондай болды. Барлық жер аппақ. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Құрметті достар, черный мені. Черный. Қойайды айттар екістің орында жүрген ит. Қара сүлік астымдағы. Мінекей, мына жерде бетте чисто ешілер жайылып жүр. Ар жақта қойлар әні. Өздері бөлек жайлап жүр. Бақырып атсам да түспейді ғой ешкілер. Аршаны жеп, бір көздің арасын жеп. Сөйтіп жүр міне. Міне достар, тұман басып бітті. Тым көрінбейді. Алтта бір 10 метр көрінетін шығар көрінсе. Қойлар мені ақырындап кетіп бара жатыр. Баны қойда көрінбей қалған. Әпше дым көрінбей кішкене чуть-чуть таслайын деді ғой. Әнекей. Аяқ асты күн суытып, аяқ асты тұман болып кетеді. Осы жолы мотамен шықтым. Үрпейген 2 қошқар кеттен. Іздеп жүр қайсысы нормальный деп. Суық бітті өтін. Қалған қошқарлардың бәрі қайда кетіп қалған не? Нормально бір қатып жүрмесін.